Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Өзін-өзі тану пәніне қош келдіңдер. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы мәңгілік ізденіс, мәңгілік жол. Сабағымыздың құндылығы ақиқат, ал қасиеттері білім іздеу, ойдың, сөздің және істің бірлігі, жақсыдан жаманды ажырата білу. Ал сабағымыздың мақсаты адам өмір бойы білім іздеуі, оқу қажет екенін түсіндіре отырып, ақиқат құндылығының мәнін ашу. Балалар, 5 ережесін есімізге түсіріп, бүгінгі сабағымызға кірісейік. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі Достоевскийдің «Оқы және үйрен, маңызды кітаптарды оқы, қалғанын өмірдің өзі түсіндіріп береді» деген дәйек сөзін алдық. Енді балалар, мынандай сұрақтарға жауап берулерін сұраймын. Білім жанған шырақ дегенді қалай түсінесіз? Қазіргі таңда қандай кітаптар оқып жүрміз? Және де мына жаңағы жоғарыда айтылған дәйек сөзден қандай ой түйдіңіздер? Осы сұрақтарымды ауызша WhatsApp желісінде жазба арқылы жіберулеріңді сұраймын. Балалар, бүгінгі мұғалімсіз ретінде мен сендерге шегенің іздері деген аңыз әңгімені алып келдім. Сон аңыз әңгімеге назар аударайық. Мінезі жаман бір жас жігіт болса керек. Ешкім оны түзей алмапты. Қателігін айтқан сайын ызалана түсіпті. Бір күні әкесі оған іші шегеге толы бір жәшік беріп, маңайындағы адамдармен әр жанжалдасып қалған сайын, мына бағанға бір шегеден қағып отыр деп табыстапты. Алғашқы күні баласы тақтайға көп шеге қағып табыстайды. Келесі күндері де аз болмапты. Осы қарқынымен әлгі бағанды толтыруға аса көп уақыт жұмсамапты. Жас жігітке өз ашуын тежеуден гөрі бағанға шеге қаға салу оңай сияқты болып көрінеді. Тақтайдың толғанын көргенде әкесі оған: «Енді сол достарыңмен жеке-жеке татулас. Әр татуласқан сайын бір шегеден суырып отыр» дейді. Біраз күндер өтіпті. Бір күні қараса, қағылған бар шеге суырылып біткен екен. Сонда оны сырттай бақылап жүрген әкесі баласын бағанның алдына ертіп әкеліп: «Балам, жарайсың, жарадың» депті. Алайда мына тақтайға жақсылап тұрып қарашы. Шегелерді суырғанда қалып қойған орындарын, қарайған көп тесікті көріп тұрсың. Тақта әуелгісіндей таза қалпында әдемі болып қалмады. Адамдармен жанжалдасқан сайын арада жаман сөздер айтылады. Әр реніш сөз көңілде мына шегенің орны тәрізді бір дақ қалдырып отырады. Сондықтан ешкімнің көңіліне кірбің ұялатпағайсың, балам. Ең екен ұлын сабырға шақырып, өмірлік ұмытылмас сабақ ұқтыра. Мінеки балалар, бейнероликті де тамашаладық. Енді сендерге мынандай сұрақ: аңыз әңгіменің мағынасы неде, қалай ойлайсыңдар? Бәрекелді. Егер де бұл сұраққа жауап беретін болсаңдар, мына жұмысты орындайық. Кітабымыздың 158 бетіндегі бірінші тапсырманы орындаймыз. Берілген қанат сөздердің мазмұнындағы негізгі ойды анықтап, тақырыппен байланыстырып, үздік деген қанат сөзді анықтаңдар. Жақсы балалар, ендеше үйге тапсырма. 158 беттегі 3-ші тапсырма. Дінмұхамед Қонаев атамыздың өмірдің 2 тірегі үйренуден жалықпау және үйретуден аянбау деген қанат сөзді басшылыққа ала отырып, қысқаша эссе жазып келеміз. Назарларына үлкен рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.